Biz taksiden түстік. Осы жерге келдік, әрі қарай уже көтерілеміз. Бастауым айтып осындай су ішетін жер бар екен бұлақ. Міне көбейтіп көрсеттір, мына тұрмай жүресін деп. Стайын деп жатырмыз баспалдақпен. Көңіл-күй қалай? Өте керемет. Бізге сәттілік. Қанша сағатта көтерілемін деп ойлайсың? 2 сағат. Бір деп ойнап айтады, жаңа бір деп айтты. Так, біздегі бірінші пауза, я? Қалай, баспалдақпен көтерілген? Достар, біз трубаға мініп келе жатырмыз, былай трубамен жүреміз енді. Біз трубамен көтеріліп келе жатырмыз. Мына жақта вьетнамдық бір қызды қазақстандық кит алып келе жатыр. Біз Қазақстандамыз. Біз почти жолдың жартысына келіп қалдық. Өте күшті болып жатыр. Осындай артта вид көрініп тұр. Күшті алып жатыр бізге. Достар, біз ана жерден трубадан түсіп, мына жаққа трашолмен жүруге жөн көрдік. Өйткені труба уже прямой кетеді, ыңғайсыз, прям ауыр болды. Сол себепті жолмен жүруге жатырмыз. Мына жерден су құйып алу ойымызда бар. 5 минуттай қалды деп тұр. Өте жеңіл шығып жатырмыз. Мен шыққан нелерінен ең жеңіл осы ау деп, енді қатты асылға айтпай қояйын. Әлі түскен жоқ, түскеннен кейін айтам, бірақ пока что жеңіл. Достар, біз жеттік. Осы тауларда мына жерде ағаштарымыз бар. Үстіге көтерілсек ағаштар жоқ. Неге жоқ? Ол жақта өткені кислород қалай болады қазақша? Оттегі жолбарыс территориясы деп атаймыз. Өткені олар көбінесе шөптің арасында, ағаштың арасында тығылып жүрмейді. Олар осылай таулы жерде қазақтар сияқты тек ет жеп өседі. Космостанция. Ары қарай Большой Алматинский пик. Біздің қаладан көрінетін ең әдемі үш бұрышты тауымыз. Сіз шыққансыз ба? Әрине. Қанша неге пикке шыққансыз? Санамадым, шындықты айтайын. Өзім любой пикқа шыға берем, главное любой каприз за ваши деньги. Киімдеріңді жуып. Швейцария. Қайдағы Швейцария? Бұл Қазақстан. Достар, бізде перекус, мұнда Дариға оладьи пісіріп алып келген, а мен мұнда индейкамен баяғы бутерброд, и тут жұмыртқа, тәтті-мәтті. Бізде перекус. Осындай виттан. Достар, Дариға осындай оладьи пісірген, өте дәмді. Қолын дәрт көрмесін. Өте дәмді. Осылай пісіріп, түсіріп алып келетін адамдармен шыққан жақсы көремін. Біз суретке түстік, күн сәл салқындай кетті, я? Толып кетті. Бірақ жақсы контент шықты деп ойлаймыз. Мен блогыма сәлем айт. Міне, бұрынғы әріптесімді көріп қалдым. Біз түсіп келе жатырмыз. Жиын осындай тік жолмен түсеміз. Өте күшті болды, я? Күн бұзайын деп тұрғандықтан ертерек түсіп бара жатырмыз. Өйткені пробка қалып қоймау керек. Мына нәгөй деп аяғым басып қалды. Мынау қорқып түсіп келе жатыр. Жаңбыр жауып кетті, достар. Біз жаңбырдың астында келе жатырмыз. Өте бақыттымыз, бірақ білмеймін, Дариғаны білмеймін, өзім бақытты болып жатырмын. Мен түсіп қойдым, өте жеңіл түстім ойдым. Дариғаны күтіп тұрмын. Дариға міне түсіп келе жатыр. Қызарып кетсін. Жігіт. Сосын? Ойбай, әнні тау жақындастырады дейсің ғой. Мен қасқа ондай жоқ, өзім де өз бетімше түсіп келдім. Андай оказывается сөйтіп әлсіз болу керек қой. Өте көңіл болып қайтып келе жатырмыз. Жаяу түсіп келе жатырмыз. Негізі адамдар айтқан. Машинаға мінейік. Жоқ, жаяу түсіп түстік.
автобус біз келген кезде осылай нағыла қойды. Біз постоянкамызға отырдық. Біз қалаға жеттік. Қай болды? Өте күшті. Маған да Күшті болды. Прям күшті болды. Бүткіл нәрсені көрдік бір күннің ішінде. Жаңбырды да, дауылды да, ыстықты да. Бәрін. өте керемет.